Гүлнәрдің өмірі сырт көзге мінсіз, ертегі әлеміндей көрінетін. Көк аспанмен таласқан зәулім үй, есік алдындағы соңғы үлгідегі қымбат көліктер, Еуропаның ең беделді демалыс орындарына жасалатын саяхаттар, мұның бәрі оның күнделікті үйреншікті тұрмысы еді. Оның күйеуі Асқар қаланың қаржы нарығын осында ұстаған, сөзі өтімді, беделді кәсіпкер болатын. Кез келген әйел қызыға да қызғана қарайтын, бұл өмірдің артында қандай суық қараңғылық барын тек Гүлнәрдің өзі ғана білетін. Бұл зәулім үйдің қабырғалары қаншалықты зәулім болса, іші соншалықты суық еді. Асқар үшін өмір тек сандардан, келісім шарттардан және қоғамдағы абыройдан тұратын. Ол үйге тек қону үшін ғана келетін, кейде күндер бойы іс-сапарларда жүретін. Келген күннің өзінде де оның ойы тек жұмыста болатын. Асқар Гүлнәрді сүйікті жары ретінде емес, өзінің әлеуметтік мәртебесін айшықтап тұратын қымбат әрі әдемі жиһаз іспетті көретін. Оған ақшаны аямай шашқанымен, әйел жанына ең қажетті нәрсені, жылулықты, назарды және құшақты бере алмады. Гүлнәр 40 жастың асқарына шықса да, өзінің сұлулығы мен тартымдылығын жоғалтпаған, керісінше толысқан шағы еді. Бірақ күн өткен сайын ол өзінің жас ғұмырының осы бір суық алтын торда босқа солып бара жатқанын сезініп, іштей қатты қиналатын. Жүрегіндегі үлкен бостық жылдар бойы жиналып, жарылуға дайын тұрған жанартауда еді. Ол тек жылы сөзді, өзін әйел ретінде бағалайтын шынайы жанарды аңсады. Күздің алғашқы айы туғанда, Асқар үйдің ауласын қайта жасақтап, ландшафт дизайнын өзгерту үшін бір фирманы жалдады. Сол жұмысшылардың арасында 22-ден жаңа асқан, денелі, қара торы, көздерінен от ұшқындаған Данияр есімді жас жігіт бар еді. Ол өте пысық, әрі тіл алғыш болатын. Аулада серуендеп жүрген үй иесін көрген сайын, ол өзінің сыпайылығын білдіріп, назарын аударуға тырысатын. Ассалаумағалейкум, Гүлнәр тәте. Сізге көмек керек емес пе? Мына гүлдерді қай жаққа отырғызғанымыз дұрыс болады, деп ол әр кез жылы жымиып әңгімеге тартатын. Бастапқыда Гүлнәр бұл жас жігіттің сөздеріне жай ғана баланың еркелігі немесе бай әйелге жағыну әрекеті ретінде қарады. Бірақ Даниярдың әрбір тәте деген сөзінің астында жасырын бір құштарлық пен сұқтану бар еді. Жігіттің жастық жалыны, оның ұрлана қараған отты көзқарастары Гүлнәрдің сезімін қозғамай қоймады. Ол Данияр аулада жүргенде терезеден ұзақ қарап тұруды әдетке айналдырды. Өзі де байқамай, осы бір шикілі пісілі жас жігіттің назарына елтіп іштей оны күтетін күйге түсті. Жалғыздық пен шөлдеген сезім оны үлкен қателіктің босағасына қарай жетелей бастаған еді. Қазан айының ортасында Асқар кезекті маңызды келісім шартқа қол қою үшін Дубайға 2 аптаға аттанды. Зәулім үй қайтадан жым-жырт, суық қалыпқа енді. Сол күні кешке күзгі суық жаңбыр себелеп терезені ұрғылап тұрды. Сырттағы табиғаттың сұрқай бейнесі Гүлнәрдің ішіндегі жалғыздық дертін қоздырып жібергендей еді. Ол үлкен қонақ бөлмедегі каминнің алдына жайғасып, өзінің мұңын басу үшін қымбат қызыл шарапты стақанға толтыра құйды. Бір стақан, сосын екіншісі. Жанның жарасы сыздаған сайын ол ішімдікті сіміре берді. Алкоголь оның бойын балқытып, санасын тұманды ессіздікке бөледі. Дәл осы уақытта ауладағы соңғы жұмыстарды аяқтап, ұмыт қалған құрал саймандарын жинауға Данияр келген еді. Үйдің үлкен шыны есігінен іштегі жартылай жарықта, камин маңында жалғызсырап, есеңгіреп отырған бай әйелді көрді. Оның үстіндегі жібек халаты иығынан сәл сосып түскен, шаштары тарқатылған еді. Осы сәтте Даниярдың ішіндегі ашкөздік пен нәпсі оянды. Ол сыпайы, тіл алғыш жұмысшы баланың кейпін бір сәтте ұмытты. Есікті ақырын ашып, үйге кірген ол Гүлнәрдің қасына жақындады. Әйел мастықтың әсерінен көзін әрең ашып, оған бұлдырап қарады. Данияр, сен мұнда не істеп жүрсің? Деді Гүлнәрдің дауысы әлсіз шығып. Гүлнәр тәте, сіз жылап отырсыз ба? Сіздей сұлу әйелдің жалғыз болғаны әділдік пе? Деп Данияр оның қасына тізерлеп отырды. Оның қолдары Гүлнәрдің дірілдеген иығына тигенде, әйел қарсылық танытуға тырысты, бірақ бойындағы әлсіздік пен ұзақ жылдар бойы сусаған тән құштарлығы оның еркіне бағынбады. Данияр оның қорғансыз, мас күйін шебер пайдаланды.
Жас жігіттің отты құшағы мен ессіз сезімі Гүлнәрдің санасын толық өшіріп тастады. Арадағы жас айырмашылығы, әлеуметтік статус, неке анты, бәрі де сол түнгі күнәнің отына күйіп алды. Келесі күні таңертең Гүлнәр басының ауырғанынан және ішіндегі түсініксіз қорқыныштан оянды. Көз алдына түнде болған оқиғалар тізбектеліп келе қалғанда жүрегі атқақтап кетті. Ол үлкен өкінішпен ұяттан өзін қоярға жер таппай жылайды деп ойлаған еді. Алайда таңғаларлығы оның бойында реніштен гөрі көптен бері сезінбеген әйелдік ләззатпен тән жаңғыруының тәтті сезімі басым болып шықты. Асқардың суық төсегінен кейін Даниярдың жастық жалыны оған өмірдің жаңа дәмін татқызғандай еді. Ол ұзақ ойланды. Бұл істі осымен тоқтатуға оның әйелдік нәпсісі жібермеді. Сондықтан ол тәуекелге бел буып, Даниярды өзіне шақыртты. Жігіт кінәлі кейіппен кіргенімен көзінде бәрібір менмендік ұшқыны бар еді. Гүлнәр оған тікелей қарап салқын, бірақ шешімді дауыспен сөйледі. Сен кеше үлкен қателік жібердің, Данияр, күйеуін білсе, сенің күліңді көкке ұшырады. Бірақ мен бұл жағдайда басқаша шешкім келеді. Сен мына ауыр жұмысыңды бір жола тастайсың. Мен саған қаланың орталығынан сәнді пәтер жалдап беремін. Ай сайын шотыңа еш нәрседен тарықпайтындай үлкен көлемде ақша аударып тұрамын. Данияр таңданысын жасыра алмай, көзі бақырайып кетті. Гүлнәр сөзін жалғастырды. Сенің міндетің мен шақырған кезде әрқашан дайын болу. Менің ғана жағдайымды жасайсың, тек маған ғана тиесілі боласың. Ал ең басты шарт, бұл құпияны ешкім, тіпті ең жақын адамың да білмеуі тиіс. Келісесің бе? Данияр үшін бұл көктен іздегені жерден табылғандай ертегідегідей мүмкіндік еді. Жарлылықтан шаршаған жас жігіт бай әйелдің құлы болуға бірден келісті. Қалауыңыз білсін, Гүлнәр ханым. Мен тек сіздікімін деп ол бірден уәдесін үйіп төкті. Сол күннен бастап олардың жасырын әрі күнәлі өмірі басталды. Асқар жұмыста немесе іс-сапарда болған кезде Гүлнәр қымбат көлігімен жасырын пәтерге келіп, жас жігіттің құшағында уақытты ұмытатын. Ол өзін қайтадан 20 жасар қыздай сезініп, осы алдамшы бақыттың шыңында мас болып жүрді. Айлар жылжып өте берді. Гүлнәрдің жомарттығының арқасында Даниярдың өмірі танымастай өзгерді. Кешегі қарапайым жұмысшы киімі қымбат брендтерге, ал қоғамдық көлік сәнді шетелдік темір тұлпарға алмасты. Оңай келген ақша мен шексіз еркіндік жас жігіттің басын айналдырып, ішкі ашкөздігін оятты. Ол Гүлнәр сыйлаған бұл сәулетті өмірді өзінің жеке жетістігіндей көріп, менмендікке бой алдырды. Бастапқыда Гүлнәрдің әрбір қоңырауын тағатсыздана күтетін Данияр уақыт өте келе бұл қарым-қатынастан жалға бастады. Оған өзінен жасы үлкен әйелдің құшағынан гөрі өзімен қатарлас, жеңілтек қыздармен көңіл көтеру қызығырақ көрінді. Гүлнәр берген ақшаны ол қаланың ең қымбат түнгі клубтарында, казиноларында шашатынды шығарды. Гүлнәр күйеуінен тығылып, Даниярдың пәтеріне келгенде, жігіт оны жалыққан кейіппен қарсы алатын болды. Алайда Гүлнәр мұны жастықтың еркелігіне балап, жігіттің қымбат сыйлықтар мен ақшаға деген құштарлығын қандырумен болды. Ол өзінің алтын тордан қашып, басқа бір алдамшы торға түскенін сезбеді. Данияр түнгі өмірдің қызығына батып, тәртіпсіз, кездейсоқ байланыстарға жиі түсетін. Жастық мастықпен ешқандай сақтық шараларын ойламаған, ол бір түнгі сауықтан кейін денесінде түрлі кінәраттар бар екенін байқады. Ол қаланың шетіндегі жасырын емханалардың бірінен өте жұғымды, қауіпті әрі жасырын дамитын жыныстық дерт жұқтырып алғанын білді. Бірақ бұл жағдай өзінің жайлы өміріне кесірін тигізеді деп қорыққан Данияр ауру белгілерін дәрі-дәрмекпен уақытша басып, Гүлнәрге ештеңе айтпады. Оның опасыздығы мен жауапсыздығы Гүлнәрмен болған кезекті жасырын кездесуде үлкен қасіретке жол ашты. Ол қауіпті вирусты өзіне шексіз сенген әйелдің қанына таратты. Арада бір ай өткенде Гүлнәр өзінің денсаулығының күрт нашарлағанын сезді. Тұрақты шаршау, денесіндегі түсініксіз бөртпелер мен ішкі мазасыздық оның жүрегіне қорқыныш ұялатты. Ол Асқардың көзіне түспеу үшін қаланың екінші шетіндегі беймәлім жеке клиникаға барып, жасырын есіммен толық медициналық тексерістен өтуге мәжбүр болды. Анализ қорытындысын алуға келген күні дәрігердің жүзінен суық сұсты байқаған Гүлнәрдің зәресі ұшты.
Дәрігер оған қағазды ұсынып тұрып, салмақты дауыспен: «Ханым, сізден өте қауіпті созылмалы венерологиялық дерт анықталды. Бұл тек жыныстық жолмен жұғады. Емделу процесі өте ұзақ, ауыр және қымбатқа түседі» деді. Гүлнәрдің төбесінен жай түскендей болды. Буыны босап, орындыққа қалай отырғанын сезбей қалды. Оның санасында тек бір ғана есім жаңғырды: Данияр. Клиникадан шыға салысымен ол дірілдеген қолдарымен Даниярға телефон соқты. Телефон тұтқасын әрең көтерген жігітке Гүлнәр айқайлап бәрін жайып салды. Алайда Даниярдан күткен өкініш пен қолдаудың орнына суық әрі немқұрайлы жауап естіді: «Маған хабарласпаңыз. Менің бұған қатысым жоқ. Өз мәселеңізді өзіңіз шешіңіз» деді де тұтқаны тастай салды. Содан кейін оның телефоны бір жола өшірілді. Жігіт пәтерді де босатып, із-түссіз жоғалып кетті. Оның тек ақша мен нәпсі үшін ғана жүргені, қиындық туғанда жауапкершіліктен қалай оңай қашқаны Гүлдің жанын екінші рет жаралды. Енді Гүлнәр нағыз тығырыққа тірелді. Дерт оның тәнін ғана емес, жанын да жегідей жей бастады. Алдында шешімі жоқ, қорқынышты сұрақ тұрды: Асқарға бұны қалай түсіндіреді? Асқар өзінің тазалығына, абыройына өте мұқият қарайтын қатал адам. Күйеуі сапардан оралғанда әйелінің мұндай дертке шалдыққанын білсе, Гүлнәрдің опасыздығы бір сәтте әшкереленеді. Күйеуіне «мен ауруды кездейсоқ жұқтырдым» деп өтірік айта алмайды, өйткені бұл дерттің жұғу жолы жалғыз ғана еді. Ал үндемей жасырайын десе, ауруды күйеуіне жұқтырып, қылмысын одан әрі ауырлатып алудан қорықты. Оның үстіне ұзақ уақыт бойы қабылданатын күшті дәрілер мен емдеу курстарын бір үйде тұрып күйеуінен жасыру мүмкін емес еді. Зәулім үйдің зәулім бөлмесінде жалғыз отырып, Гүлнәр өзінің сорлы күйіне жылады. Бір сәттік жылулық іздеймін деп өзінің бүкіл өмірін, абыройын, болашағын улап алғанын енді түсінді. Алтын тордан қашамын деп, ол өзін ешқашан шыға алмайтын қараңғы тығырыққа, масқаралықтың босағасына өз қолымен итеріп жіберген еді. Арада 2 күн өткенде Асқар сапардан оралды. Үйге кіріп келген күйеуінің нық қадамдары Гүлнәрдің жүрегіне қорқыныш болып қадалды. Асқар әдеттегідей суық, бірақ өз-өзіне сенімді кейіппен портфелін қалдырып, әйелінің бетінен шаршаңқы ғана сүйді. Сапар сәтті өтті, үлкен келісімшартқа отырдық деді ол даусында мақтаныш ұшқыны бар болып. Бірақ Гүлнәрдің боп-боз болып кеткен жүзіне, дірілдеген қолдарына назар аудармады. Күйеуінің бұл немқұрайлығы бұрын Гүлнәрдің жанын ауыртса, бұл жолы оған уақытша қорған болғандай көрінді. Асқар душқа кіріп кеткенде, Гүлнәр ас үйдегі үстелге сүйеніп демін әрең алды. Тәндегі дерттің алғашқы белгілері, қызба мен буындардың сырқырауы оны қатты мазалай бастаған еді. Дәрігер жазып берген рецептіні сөмкесінің ең түбіне жасырып, ол бұл сұмдықты қалай болғанда да жасырудың амалын ойлады. Бірақ ең сорақысы сол түні болды. Асқар жатын бөлмеге кіріп, әйеліне жақындағысы келді. Ұзақ жолдан шаршаса да, ол өзінің некелік құқығын талап еткендей Гүлнәрді құшақтады. Бұл сәт Гүлнәр үшін нағыз тозақпен тең еді. Ол күйеуін итеріп тастаса, Асқар бірден күдіктенеді, ал егер оның құшағына көнсе ауруды. Асқар: «Менің басым қатты ауырып, қызуым көтеріліп тұр» деді Гүлнәр дауысын әрең шығарып. «Тұмау жұқтырып алған сияқтымын, саған да жұғып жүрер, бүгін бөлек жатсақ қайтеді». Асқар қабағын шытты. Ол қарсылықты ұнатпайтын. Бірақ әйелінің шынымен де дірілдеп, маңдайынан суық тер шығып тұрғанын көріп, жақсы, дәрі ішіп дем ал. «Маған ауру жұқтырма, келесі аптада маңызды кездесулерім бар» деді де қонақ бөлмедегі диванға қарай беттеді. Гүлнәр төсекте жатып, жастықты тістеп үнсіз егілді. Ол бұл жолы ажалдан аман қалғандай болды. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа бармайтынын, жолдың жақын екенін іштей сезді. Күндер бір-біріне ұқсап өте берді. Гүлнәрдің тұмауы 2 аптаға созылды. Ол күйеуімен бір төсекте жатудан қашып, түрлі сылтаулар айтумен болды. Сонымен қатар жасырын түрде дәріханалардан қымбат антибиотиктер сатып алып, күйеуі жұмыста болғанда ішіп жүрді. Бірақ дерт оңайлықпен берілетін емес еді, оның үстіне ішкі қорқыныш пен күйзеліс емнің әсерін бәсеңдетті. Бір күні Асқар үйге ерте оралды. Ол Гүлнәрдің бөлмесіндегі қоқыс жәшігінен кездейсоқ қымбат әрі спецификалық венерологиялық дәрілердің бос қораптарын көріп қалды.
Асқар ақымақ емес еді. Ол бизнестегі қырағылығын бірден іске қосты. Ол қорапты қолына алып, интернеттен бұл дәрінің не үшін қолданылатынын іздей бастады. Экрандағы жазуларды оқығанда оның жүзі сұрланып, көздерінен қатыгез ыза ұшқындады. Дәл осы сәтте бөлмеге Гүлнәр кіріп келді. Күйеуінің қолындағы дәрі қорабын көргенде оның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Дүние айналып кеткендей күй кешті. Бұл не, Гүлнәр? Асқардың дауысы қаһарлы әрі суық шықты. Сен мұндай дәрілерді не үшін ішіп жүрсің? Және неге 2 апта бойы менен қашып жүрсің? Гүлнәрдің тілі күрмеліп қалды. Ол өтірік айтқысы келді. Бұл жай ғана гинекологиялық дәрумендер демекші болды. Бірақ Асқардың сұсты көзқарасы оның мысын басып тастады. Асқар, мен Гүлнәр жерге отыра кетіп бетін басып жылап жіберді. Оның бұл әлсіздігі мен көз жасы Асқар үшін үкіммен тең еді. Сен маған опасыздық жасадың ба? Асқар Гүлнәрдің шашынан тартып өзіне қаратты. Кім мен? Қашан? Ол лас ауруды маған да жұқтырғың келді ме? Гүлнәр ештеңе айта алмады, тек өксіп жылай берді. Оның ұзақ уақыт бойы сақтап келген құпиясы, оның алтын өмірі мен жалған бақыты дәл осы сәтте тас-талқан болып қирап жатты. Енді оны алда не күтіп тұрғаны белгісіз еді, бірақ қайтар жолдың жоқ екені анық болатын. Асқардың ашуы үйдің қабырғаларын дірілдетіп жібергендей болды. Жылдар бойы өзін тек жоғары қоғамның адамы, мінсіз некенің иесі ретінде көрсетіп келген ер азамат үшін әйелінің бұл қылығы намысына тиген ең ауыр соққы еді. Ол Гүлнәрдің сылтауларын, көз жасын тыңдағысы да келмеді. Жас жұмысшымен жасырын кездесіп, соңында мұндай лас дертті арқалап келгенін ойлағанда Асқардың жиіркеніші шегіне жетті. Саған жетпей жүрген не еді? Деп ақырды ол. Осы үй, осы байлық, ешкімде жоқ өмірді мен саған жасап бердім. Ал сен болсаң, менің абыройымды батпаққа батырдың. Гүлнәр еденде жатып күйеуінің аяғына жабысты. Асқар, кешірші мені. Мен қатты жалғызсырадым. Бір сәт қателестім деп жалбарынды. Бірақ Асқар оның қолын қаталдықпен серпіп тастады. Сен бүгін ақ бұл үйден кетесің. Саған ешқандай мүлікте, ақшада берілмейді. Неке шарты бойынша опасыздық жасаған жақ түксіз қалатынын ұмытқансың ба? Мен сені сот арқылы масқаралап, есіміңді қалаға жай аламын. Бірақ мен өз абыройымды ойлаймын. Сондықтан сен үнсіз жоғаласың, деді де Асқар күзетшілерді шақыртты. Гүлнәрге үстіндегі киімі мен тек жеке құжаттары салынған кішкентай сөмкесінен басқа ештеңе алуға рұқсат берілмеді. Оны зәулім үйдің табалдырығынан түн ортасында күзетшілер итеріп шығарды. Кезінде қаланың ең сәнді әйелі болған Гүлнәр енді қараңғы көшеде, күзгі суық желдің астында мүлдем жалғыз қалды. Гүлнәр қала шетіндегі арзан әрі ескі қонақ үйлердің бірінен уақытша бөлме жалдады. Қалтасындағы азын-аулақ ақшасы тек бірнеше күнге ғана жететін еді. Ол айнаға қарап, өзін танымай қалды. Көздері сүп жүдеген, өңі қашқан. Тәнін жегідей жеген дерт пен жанының күйзелісі оны мүлдем басқа адамға айналдырған еді. Ол төсекте жатып өткен күндерін ойлады. Даниярдың алдамшы күлкісі, тәтеде еркелеген жасанды дауысы енді оның құлағында қарғыс сияқты жаңғырды. Ол Даниярды емес, өзінің сол бір сәттік әлсіздігін, нәпсіге еріп, бүкіл тағдырын тәлкекке салғанын жек көрді. Күйеуі Асқардың суықтығы оны қинатқанымен, қазіргі көрген қорлығының қасында ол алтын кезеңдей көрінді. Оған жасырын емделуді жалғастыру керек еді. Бірақ енді оған қаражатта жоқ болатын. Мемлекеттік емханаға баруға ішіндегі мақтанышы мен ұяты жібермеді. Әрбір өткен күн оны тұңғиыққа тереңірек тарта берді. Бір күні кешке Гүлнәр қалалық саябақтың ішімен келе жатып, кездейсоқ Даниярды көріп қалды. Ол өзі сияқты басқа бір егде жастағы қымбат киінген әйелдің жетегінде жаңа көліктің қасында күлімсіреп тұр еді. Жігіт өзінің кімді бақытсыз еткенін, кімнің өмірін улағанын ойлап та жүрген жоқтын. Ол жаңа құрбандығын тауып, өз өмірін жалғастырып жатты. Гүлнәр оған жақындауға батпады. Ол бұрылып қараңғылыққа қарай бет алды. Оның ішінде ешқандай кек те, ыза да қалмаған еді, тек қана өксік пен шексіз өкініш қана қалды.
Жасырын күнәнің уы оның тәнін де, жанын да, болашағын да толықтай құртқан еді. Бұл алдамшы сезім мен нәпсінің өтеуі тым ауыр болды. Қарашайының соңғы суық желі қала көшелерін қуып, алғашқы қардың ұшқындары жерге түсе бастады. Гүлнәр ескі қонақ үйдің терезесінен сыртқа қарап ұзақ тұрды. Оның бойында бұрынғыдай қорқыныш та, ыза да қалмаған еді. Тек ішкі дүниесінде бәрінде мойындаған, тағдырдың соққысын қабылдаған сабырлы үнсіздік орнады. Ол өзінің осы уақытқа дейін ешкімге айта алмаған, ішін өртеп келген құпиясын, Даниярдың опасыздығы мен Асқардың қатал үкімін қағазға түсірді. Бұл оның кінәсін жууға тырысқан тәубе хат еді. Хатын жазып біткен соң, ол үстел үстіне қалдырды да, соңғы шешімге келгендей орнынан тұрды. Гүлнәр қалалық орталық аурухананың венерология және инфекция бөліміне өзі келді. Ол бұрынғыдай жасырынып, жалған есіммен тіркелген жоқ. Өзінің нақты аты жөнін айтып, дәрігерлердің алдына басын иіп отырды. Мен емделгім келеді. Маған көмектесіңіздерші, деді ол. Көздеріндегі мақтаныштың орнын шынайы өкінішпен өмірге деген соңғы үміт басқан еді. Оның ауруханаға жатқанын естіген Асқар заңгерлері арқылы ажырасу құжаттарын жіберді. Гүлнәр ешқандай қарсылықсыз, бір ауыз сөзге келмей қол қойып берді. Ол алтын тордан да, оның жылтырақ дүниесінен де біржола бас тартты. Арада бірнеше ай өтті. Ауыр емдеу курстары, ұзақ түндер мен жалғыздық Гүлнәрді тән жағынан жүдеткенімен жанын тазартқандай болды. Ол дертті жеңіп шықты. Ауруханадан шыққан күні ол зәулім үйлерге де, қымбат мейрамханаларға да қарамады. Қала шетінен шағын бөлме жалдап, тігін фабрикасына қарапайым жұмыс болып орналасты. Ол енді бай әйел де, біреудің көзіне шөп салған күнәһар да емес еді. Ол өз еңбегімен нанын тауып, өткен қателігінің орнын адалдықпен толтырғысы келген қарапайым әйел болатын.